Sağ ol. Bak ben vereyim. Az vereyim. Aptekін солай. Қазір кішкене бір екі адам кірсінші, дауысын бар жоғын білейік. Қазір тоқтай тұрыңыз, кішкене сабыр сақтаңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Дауысы шығып тұр ма? Дауысымыз естіліп тұр ма? Соған біреуіңіз айтып жіберсеңіздер, біз эфирімізді жалғастырайық. Кіре беріңіздер. Бар дауысы дейді. Болды. Бар болса болды да. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, құрметті жерлестер, осы біздің әлеуметтік оқушылары. Бүгін міне 9 ішінде сағат 4 болып жатыр. Шыққанбыз. Халық бақылау деген себебі. Бәріміздің көпіміз осы тақырыпта дәрі-дәрмектерге мәселесі. Мысалы, 9 ішінде орталық дәріхана 6 шамадан 36 үшіміз. Айтайын дегенде 6 шана 36 үші сізге қарап болсақ қасында қаншама адамдар тұрған кезекте оларға және де дәріхананың атынан үлкен жағдай жасалған да қаншама адамдар кезекте өздеріңіз куә болдыңыз. Ал енді мына қарама-қарсы тұрған дәріханасында ешқандай ондай кезек жоқ. Себебі егер байқасаңыз бұл жерде хабарландыру бар. Хабарландыру жазылған. Құрметті тұтынушылар, кешіріміз өтінеміз, бізде бұнда дәрілер жоқ. Тізімдері бар, ең нағыз керек осы дәрілерді қазір есепте бойынша цифрлет, цифазолин, циферфаксон, цифамет деген сияқты противовирустық рецепттер. Парацетамол, антигрипп. Ең керек дәрілердің бәрі жоқ. Сондықтан бұл жерде мәселе ашығы анығы көріп тұр. Шынында айтқан дәрі-дәрмектің тең ашық түрде үйлестіру мәселесі болмағандықтан кейін осы пункттар пайда болып тұр да шынында. Жоқ. Қоймаларда дәрі көп. Айлы дәрілердің жоқ болып тұр. Халық қиналып осында ыстықта 36 градуста қиналып тұр. Әрине оның барлығы да мына тұрған кезектің барлығы да мына кешегі карантиннің режиміне сай емес болып тұрғаннан кейін халық бір-біріне ауру жығылмай үлкен қауіп бар. Қанша аптеке бар мысалы? Бүгін 10 аптеке бар. 12 жоқ дейді. Bir hafta bunu aldım. Bir hafta bunu hayat tekrar Ha, 12 birde. Yana kubatları bu. Onun üstü bu. Sen orada. Rahmet ağa. Aman bonus. Rahmet size. Ben o şey derlerde айтылмады ма? Yani айтыңыз. Ha, жүректің дәрісі ғой. Өте тұрмын. Сол енді рецептпен бір қадағалап бір. Сіздің мысалы өзіңіздің былай қарағанда әр науқастың поликлиника бар, емханада дәрігері бар. Сіздің өзіңіздің участок дәрігеріңіз оны қамтамасыз етіп жасаватқан жоқ па? Мен бүгін барып шықтым кардиологқа да, терапевтке де. Қолдарын біз білмейміз. Онда негізі аналог бар, варфарин деген, өте ауыр дәрі. Яғни емханалардан жаңағы сіздің кезек тіркеуде тұрғаныңыз дәрілерді сізге қамтамасыз етіп жатқан жоқ деп айтады. Жоқ деп айтады. Енді бар ғой, мен айттым, өз ақшама сол бір қадағалап жаңағы рецептпен, жүрек ауыратын қазір тексеріспей қалсам, қан қойып кетіп қалды мүмкін, гарантия жоқ. Құдай сақтасын. 2 жылдан бері мен ұсыныс келді. Енді сіздің айтқаныңызды өзіміз қоғам қадағалау жасап жүрміз, бақылау іздеген жұмыстан аптекелерге. Сізді тыңдады, естілмеген ойдамыз. Аман жүріңіз. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Рахмет ағасы. Қандай ұрғамын не Сол мынау Іші қара бұрын екен. Ассалаумағалейкум. біз мынау қоғамдық халық бақылау жасап жүргенбіз. Енді біз мына сізге қарсы напротив тұрған аптекке бардық, 636-ға. Соның ішінде кейбір дәрілер бар екен. Халықта сіз жерде кезек көп, ал сізде ешқандай кезегі жоқ екен.
сол неге жоқ бізде дефекционный препараттар жоқ қазір дәл қазір қажетті ма ескімеймін. ака я біз соны оқыдық нағыз қажетті дәрі дәрмектер сізде жоқ екен ал сізде аптекада жоқ кейбір аптекалерде бар ол қалай сонда сізге қашан келді соны поступление болып деді осы жоқ поступление болып жатыр бірақ міне мына жердегі қатарда тұратын дәрілер антибиотики антивирусный препараттар олар келіп жатыр. қазір міне нағыз халық тұтынатын көп жиі сұрайтын дәрілер жоқ сізге беріп тұр ғой мына қазіргі індетке байланысты бірақ сіз өз тарапыңызда заявка беріп отырсыз Заявка беріп отырмыз. Біздерде ғой бірнеше чаттар бар қаладағы аптекаларда. Зерде, медсервистің сол жерде де кешеден бері айқай болып жатыр. Ауылдық жердің нелері аптека айтып жатыр да бізге де келмей жатыр деп. Олар айтты кешегі жерде НКР деген фирманың представительдеріне хабарласқанымызда бізге айтты дейді. Акиматтан хабар келді, бізге распоряжение келді. Тек адапарымен мына 12-1 сосын 5-9-ға ғана бөліп беріңдер деген распоряжение бөліп берсіндер. акиматтан келді Сондай распоряжение болды деп сондай чатта хабар келді. Сосын айтады, неге акимат сондай искусственно ажиотаж создавать етеді? Люди стоят и слушают. Правильно. Біз именно осы жерде отыр әңгіме. Осы жерде Егер де түгел қалада по городу аптекалардың барлығына бірдей бөлінсе дәрілер, халық мынандай болып очередьте тұрмас еді. Өздері сақтық шараларын сақтап, әр тұтынушы өз микрорайонындағы аптекалерден алады ғой. Міне сосын бағаның өсуінде Осы жерде айтайын тағы да. Бізде цифазолин келді да, тек цифазолин. Цифазолин нешеден аса? 250 теңгеден келді. Басқа жерде аптекаларда, міне мынандай аптекалар 500 теңгеден сатып жатыр. ол не себепті ол ажаның бағасы жоғары болып келе ма или аптеканың өсіріп отыр ма қалай ойлайсыз Екі вариант та бар да. Бәрінің үстіне сіздер определенный өздеріңіз бақсы бар ғой яғни ажарынан келген Өсіруге баға солай ажадан келген баға өсіп кетіп тұр ма жоқ аяқ қара ол былай болып тұр да бұл жерде мына сатып жатқан аптекалар 636 509-да мен енді білмеймін өзім алып көрмегесін көбісі контрабандный дәрілер сатып өткенде контрабанда это имеется в виду Қазақстан Республикасында тіркелмеген дәрілер. Бұл жерде ол аптекалармен бар ғой, бір жағын кінәлай алмаймын. Себебі деген халық сенделіп кетті. Дәрі жоқ. Олар бір жағынан халыққа жеткізу үшін де жасаған болар. Бұл жерде екі тараптан да кінәлар. Аптекаларда да үкімет жақтан да есікті ашыңызшы қыздар. енді бар ғой Ерғали былай істейікші осы тікелей эфирді пайдалана отырып та осы аптекадегі сіздің сөзіңізге сүйене отырып біз облыстық Маңғыстау облысы әкімшілігіне сұрағымыз бар. Яғни ол неге өңірге келген дәрілер тек қана 3 аптекаға бөлінсін деген тапсырма берілген. Егер осындай тапсырма берілген болса, біз соған жауап күтеміз. Не үшін, неге деген сұраққа жауап күтеміз. және 146 дәріханаға неге бірдей үйлестірілмейді азғандай болса да яғни бұл бізде қалада не болып тұрғаны ғой. Біз қолдан жасап отырмыз. Түгел қолдан Медсервис деген аптекада да айтып жатыр чатта. Медсервистің аптекасына 26-да ол жерде өздерінің аптекасында сатып жатыр дейді да. Опять қырылысып жатыр сол жерде. Очередьте тұр. Қай жерде? 26 микрорайон. медсервистің ең басты мәселе жаңа айтқан түбі біз қазір себебіміз түбін білейін деп отырмыз да бұл жерде жалпы дәрі дәрмекті үйлестіру мәселесі ашық болмағандықтан осындай түсініспеушілік және халықтың арасындағы қиыншылықтар туындап отыр. Соның ішінде мысалы басынан бастап егер де кеше ақпарат болды ғой ресми 7 шілдеден бастап дәрі дәрмектің барлығы дәріханаларда Жеткізіледі деп. әрине қоймадан келетін уақыты бар басқасы бар бірақ оған қарамастан бүгін 9 шілде әлі дәріханада жоқ. Мысалы жаңағы қаншама адамдар жүр күн ыстықта отыр жаңағы санаулы 3 дәріхананың алдарында кезек болып ол бір-біріне жұқтырып жатқан шығар үлкен қауіп бар да сондықтан бұл мәселені тез арада шешіп комиссия құрып осыны бәрін бақылауға алмасақ осыны бақылауға алу керек. Міне әңгіме осы жерде туындап тұр ғой. Ең маңызды мәселе осы жерде болып тұр. Біздер аптекаларда кеше 3 күн болып жүргенімізге аралап біздер мына бағалардың қолында бар менде қазіргі данный момент халыққа қажетті дәрілердің біз бағасының өсіп кетпеуін соны біз қадағалап жүрміз. Заслан дейді сол дәрілер біз өсіп кеткен не керек дәрі табылу керек қазір. бірінші наличие болу керек. Содан кейін барып біз мынаны жүріп қарауымыз керек. Мен өзім солай. бұл мәселе кеше туындаған арғын емес біраз уақыт болды. Бұл мәселе біраздан бері бар деп ойлаймын.
уақыт алмайды мына кісілер. Жақсы. Хорошо, рахмет сіздерге. Жақсы, сау болыңыздар. Айзада, аман бол, сәттілік. Келесі аптекке барайықшы, дәл осы эфир түсіндірмеші. мама жауырым дейтін жаман телеп кетті. Алып қалма. жоқ ақыл емес ана екі қолмен көптен жұмыс істемегенбіз ғой а Эфирді дұрыстап ұста. таптың ба Бұл дәріханада бар ғой дәрі, не қыламыз бұнда бар? Онда давай сөндіре сал. эфир жоқ эфир тұра берсін қазір халық қарап отыр бұл жерде сұрақтарыңыз болса ұсыныстарыңыз болса осы тікелей эфирге жазуларыңызды сұраймыз құрметті Маңғыстау тұрғындары. Қасмағанбет, адам көп, очередь көп. Мына марбук Ұстайтшы мен да мына қағазды. Енді біз басқа да аптекалерді осылай қарап шығамыз. Енді мынау масқара. Расында дәрі жоқ. Бірнеше бізде облыс бойынша, мына қала бойынша, Ақтау қаласы бойынша ең ірі деген аптекалерге дәрілер бар да, бірақ бұлай қарапайым донордың астында аптекалерде жоқ. Өздеріңіз оған міне жаңа куә болдыңыздар. Естігі дауыс. сол ғой ештеңе жасап Жарық болғасы ойлап едім де естілемеді. Мені ашық тұрып. Қостанай районы құрметті желі қолданушылары, біз енді мінекей облыстық мәслихат депутаты Өсіпбаев Абат мырза, қоғамдық кеңестің мүшесі Өтеспаева Рима ханым және мен Сүгірбай Аят үшеуміз шығып қаладағы бірнеше дәріханаларды араладық. Дәріханаларда дәрісі бар дәріхананы да көрдік және көптеген дәрімен қамтамасыз етілмеген дәріханаларды көрдік. Енді бұл жерде туындайтын сұрақ, облысқа, өңірімізге келген дәрі-дәрмек неліктен әділ және барлығына бірдей үйлестірілмейді және сұраныс берген дәріханаларға уақытылы дәрі неге поставка істелмейді. Осы мәселенің түбіне жету үшін біз осындай шарамызды бастап кеттік. Бұл айтқанда халықтық бақылауды. Сондықтан қазіргі таңда көзіміз жеткенде енді көптеген дәріханаларда дәрінің тапшылығы көрініп тұр. Оны өзіңіз көрдіңіз және бірқатар дәріханаларда ол дәрілер бар. Яғни қала бойынша 146 дәріхана болса, соның 10-15-інде ғана дәрі бар да, қалған дәрімен қамтамасыз етілмеген. Ол біріншіден халықтың шоғырлануына әкеліп соғады, екіншіден бағаның өсуіне себепші болатын бірден бір фактор. Сондықтан біз осы мәселемен әлі уақытта да айналысатын боламыз. Енді қоғам белсенділердің, жалпы белсенді азаматтарды өз тарапынан осындай мәселелерді көбірек ашып, әлеуметтік желіге жариялап, хабарлап, ақпараттандырып отыруға шақырам. Халықтық бақылауды тиісті күшейту керек, тиісті деңгейде жүргізу керек деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі күнгі жұмысымыз осы. Енді мырзалар, алдағы уақытта жалғастырамыз. Енді барлығына амандық, саулық дейміз. Алдағы уақытта барлық дәріханаларда дәрі болады деген үміттеміз. өкесін айтасыз. Біз қосыламыз, енді айтқан ойымыз бәрі бір, жалпы айтайын дегенім қоғам болып, егер өзіміз бақылау ұстасақ, бұның барлығы біз осымен күресіп жеңе аламыз. Себебі ашықтық, әділ үйлестіру, бұның артындағы біздің елдің амандығы. Себебі қарапайым халық қазір қатты қиналып жүр. Сол әрбір өзінің тумаластарын, жақындарын жанын сақтап қалу үшін олар барлығына барады. Сондықтан қандай да дәрі-дәрмек қазір ең өзекті мәселе. Әрине, кеше айтылған ресми ақпараттар бойынша 7 шілдеден бастап дәрі-дәрмектің барлығы дәріханалар болады деген өкінішке орай әлі де үлгермей жатқан шығар. Бірақ бұл жерде мәселе туындайды. Жаңа айтқанда дәріханалардың кейбір басшылары да айтып отыр ғой, өзінің әкімшіліктерде тапсырыс береміз, бірақ ол дәрі жоқ. Ал мына 4 үлкен ірі жаңа үйлестіріп жатқан фарм компанияларда ол дәрі-дәрмек бізге әкелінген, қоймалар тұр, бәрі қамтамасыз етіліп. Сондықтан бұл жерде бір шикілік бар. Бұл жерге енді құзырлы орындар араласып, біздің ақпараттарымызды алып, нақты нәтиже шығарып, шешім шығарып, халықтың осы қамтамасыз ететін, қажет ететін дәрі-дәрмектің бәрін қамтамасыз етуге үлкен шаралар қолданады деп сенімдемін. Енді тағы да айтамын, бүкіл осы желі пайдаланушылар, азаматтарымыз болып, қандай да ақпараттар болса, егер де осы біздерге жіберіп, осы мәселені түбін шешуге біз бірігейік, бәрі өз қолымызда. Ортақ абырой, еліміз бір, осы барлығымыздың мақсатымызды осы әкімдіктің басқа да шын айтқанда біз қазіргі таңдағы осы елдің амандығы. Сондықтан аман тезірек аяқталсын. Барлығы өз қолымызда, соны айтайын дегенім. Жалпы негізінде мына дәрі-дәрмек үйлестіру жүйесі осы індеттің кезінде шикіліктері бәрімізге ашық куә болдық. Бұл СК фармация басынан бастап бір қолға алғаннан кейін бардыңыз.
қазіргі таңда қатты қажет кезде біз осыны қамтамасыз ете алмаймыз. Сондықтан мына іске формацияны мүмкін қайта реформалап қарап, өңірлердің өздері қажет ететін дәрі-дәрмекті қамтамасыз ету мәселесі қарап, және де ең басты мәселе, мысалы, басқа мемлекеттердің тәжірибесін қарайтын болсақ, дәрігердің өзі рецепт бойынша бергесін ол дәріханадан ала алады. А біздің қазіргі кезде бұл ертең бірінші мәселе дұрыс үйлестіріп қамтамасыз еткеннің өзінде де, мысалы, кейбір адамдар осыны пайдалана отырып, халықтың қиын жағдайын дәрі-дәрмек сатып алып, кейін сатып жатыр басқа бағамен, көтеріңкі бағамен. Сондай болмау үшін, жалпы мына жүйелі түрде қараған дұрыс. Біріншіден бұның бәрін цифрландыру керек, ашық болу үшін. Екіншіден, дәрігердің рецепті бойынша дәрі тапсыратын болса, бұндай жағдайлар болмауы мүмкін. Сонда жүйелі түрде ол себебін шешу керек дейміз. Енді менің қоса кететінім, біз енді адамдар сақтық шараларын сақтасын деп арақашықтықты сақтауымыз керек, бір жерге жиналмауымыз керек деп жатырмыз ғой. Бірақ біз соны бір жерге жинап тұрған былай айтсамыз өзіміз неге қолдан жасап отырмыз? Себебі үлкен аптекалерде дәрі бар да, біз өзіңіз манада айтып кетті. Егер сол дәрілердің барлығы бірдей деңгейде қаладағы аптекалерге бөлінетін болса, әр тұрғын өзінің шағын ауданындағы аптекалерден алып, мынандай адамдардың жиналысы болмас еді. Осы біздің айтатынымыз, біз бұл жерде қоғамдық бақылау жасай отырып, біреуді қаралау, даттауда емес, біз сол мәселелердің шешу жағына қарай жұмыстануда. Біздің жаңа көтерген мәселеміз облыстық, Маңғыстау облыстық прокуратурасы, экономикалық департаменті қызметкерлері, облыстық әкімшілік штабы, жетекші штабы құрылған ескере отырып, осы жерде бір жүйелі жұмыс жасаса екен деген біз ниетпен түсіріп отырмыз. Рахмет, аман болыңыздар бастысы. Барлығы да осы жүрістің сіздердің амандықтарыңыз үшін, сондықтан ауырмаңыздар. Біз біргеміз, біз жеңеміз. Айтпашы. Не істейміз, бармай ақ қойып провизорге? Болды.